Сәлем достар, Кока Бика каналына қош келдіңіздер. Достар, біздің каналымызға лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Ал егер сіздер біздің каналымызға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Біздің арнамызда қызықты видеолар өте көп. Алдағы уақытта одан да қызықты видеолар болады. Бүгін мен қазір шопинг жасайын деп жатырмын. Шопинг болғанда сол жас көйлек қой. Баласы бар әйелдерге ыңғайлы киюге сондай көйлек алуға бар жатырмын. Менде негізінде былайша магазинді көп аралап жүруге уақыт жоқ. Инстаграмнан кеше 1-2-3 магазинді көрген болатынмын. Сол жақтан 1-2 көйлекті көріп ұнатқан. Қазір сол көйлектерді барып көрем, жарасқанын алам. Өйткені мен айттым ғой сіздерге, көп аралап жүруге уақыт жоқ дегенде. Аслан жылап қалуы мүмкін. Сол үшін қазір магазинге тез жүгіріп, ызғып қайтайын деп тұрмын ғой. Енді қазір Асланды тамағын беріп, тойдырып қойдым. Үйге тастап кетем. Оны бірге алып шығайын десем, бізде дала ыстық болып тұр, бізде 45 градус қой. Бұндай ыстықта еще боянуға да желание жоқ қой. Әйтеуір ернімді бояп алдым. Былайша негізі көп бояна да бермеймін мен. Қасым енді шүкір өзі қалың. Анда-санда бояйым. Сол ернімді бояп қояйын деп. Енді қазір Асланды үйге қалдырып бар жатырмын. Жыламайтын шығар деп ойлаймын. Сол Аслан ойнап отыр. Ол ойнап отқан кезде сол қазір шығып магазинге тез жүгіріп бар қайтайын. Желде шаштарымыз айқайлап кетті ғой. Достар, бүгін мен магазинге маршрутпен барам. Автобуспен өтеміз. Негізі көбінесе баратын жерлерімізге таксиге мініп барамыз ғой, тез жетейік деп. Ал мен бүгін маршрутқа мінейін деп шештім. Достар, мен магазинге келдім. Қазір көйлектер көріп жүрмін. Негізі көйлек қана емес, мен пижама көрейін деп жатырмын, шляпа көрейін деп жатырмын. Қазір енді кеттік, қандайық. Мына жақта қандай көйлектер бар екен. Көйлек ұнаған тұғынның трендтен көргенде. Ал достар, кеттік образдарды бірге таңдайық. Бұл бірінші образ. Хабышный рубашка, астында сары шифоновый юбка. Маған юбканың матасы қатты ұнады. Күшті денеге тұрғанда жұмсақ, сонда күшті тұра қалады екен. Ал рубашкам сәл размері үлкендеу. Негізі стандарт размер деп айтты, бірақ стандарт размер маған сәйкес келмейді екен. Маған рубашканың размері үлкен сияқты болып көрінді. Бұдан кейін екінші образ. Қызыл көйлек, ақ рубашка. Не кеттім. Ақ жағасы бар. Күшті шифоновый. Әдемі сондай денеге тұра қалады екен. Тойға да, повседневкаға да киюге ыңғайлы екен. Күшті матасы денеге ыңғайлы, сондай ауа тартып тұрады. Әсіресе ыстықта киген кезде, осындай қатты ыстықтарда 60 градус сондай болып кетеді ғой кейде. Одан кейін үшінші образ, мынандай ақ көйлек, хабошный матасы. Алды ашылады екен, түймелері бар екен. Камерада дұрыс көрінбей тұр. Күшті, әсіресе емізулі әйелдерге, балалары бар әйелдерге ыңғайлы екен киюге. Одан кейін төртінші образ, мынандай штапельный көйлек, джинсовый алдында жакеті бар екен. Соған үйлесіп тұратын көк түсті, еще камушкілері бар, жылтырақ тастары бар ше. Шляпа тауылғансың ғой. Күшті, маған ұнап қалды. Демі жарасып қалған сияқты екеуі.
маған мына образ ұнаған соншалық айнаға қарап былай да қайта деп. Ал достар ше, сіздер қалай ойлайсыздар? Маған күшті жарасып қалған сияқты мына образ. 5-ші образ. Бұл розовый көйлек, ақ түсті гүлдері бар. Матасы бұның да штапельный екен. Денеге өте қона қалады екен. Әдемі жарасып қалды бұл көйлекте. Әдемі. Достар, менің образдарымды комментарийға жазып бағалап кетіңіздер. Одан кейінгі образ мынандай пижамный образ, алдында зайчигі бар, футболка мен кюлоты. Кюлоты әсіресе күшті денеге. Бұл образ жолға шыққанда, әсіресе пойызға мінгенде ыңғайлы екен денеге. Былай қимылдағанда да мешать жасамайды, свободно тұрады екен. Одан кейін мынандай, көрдіңіздер ма? Брошкасы бар, шляпы ғой. Мына көк түсті көйлекпен бірге үйлесіп кеткен сияқты. Достар, сіздерге образдар ұнап жатыр ма? Комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Сіздерге именно осылардың ішінде қай образ ұнады, қай көйлек ұнады. Именно осылардың ішінде маған қатты жарасып тұрғаны қайсы болды? Сіздердің ойларыңызша. Айтпақшы, аяғымдағы тәпішкеге мән бермеңіздер. Осының үшін тауып алып киіп алдым, аяғым ауырған соң. Мынау последний образ, мінекей. Прикольно екен еще. Басында бандамкасы бар, басында кюлоты и мынау майка. Как будто пираты деген кинодағы қыздарға ұқсап қалған сияқтымын ба деп қоямын. Сіздер олай ойламайсыздар ма? Достар, ал сіздер қалай ойлайсыздар? Одан кейін сумка көрдім, мынандай кішкентай сумочка. Луи Виттонға ұқсайды екен. Достар, магазиннен шықтым. Алатын көйлектерімді алып алдым. Осыны летний вариант. Ұнаған образдарды таңдап, киіп, көріп жүремін дегенше уже 2 сағат уақытын өтіп кетті ғой. Асланчик жылап қалар деп 2 сағат уақыт өтті. Уже 2 сағатта ол қазір қарны ашады, ұйқысы келген шығар уже. Негізі Асланға да тағы да детский киім жаққа барып, киімдер көрем ба деп ойлап едім, бірақ уақыттың қалай тез өтіп кеткенін байқамай қалыппын. Маған қазір енді үйге қайту керек. Достар, сіздер жаңа киімдерді көрдіңіздер, образдар таңдағанымды қарадыңыздар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Мен қай киімді алып деп ойлайсыздар? Кейінірек қандай киімді алғанымды распаковка жасап, сіздерге көрсететін болам. Сіздер енді такси шақырып үйге қайтамын. Достар, сіздерге осындай видеолар ұнайды ма? Ұнаса, пікір қалдырыңыздар, жазыңыздар. Ұсыныстарыңыз болса, онда пікірге қалдырыңыздар. Айтпақшы, жаңадан қосылып жатқан подписчиктерімізге алғыс айтамын. Біздің каналымызды қолдап, лайк басып, пікір қалдырып жатқандарыңызға рахмет, сіздердің қолдауларыңызға.